Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Здравствуйте, дети! Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Сенің неше досың бар?» Тема сегодняшнего урока «Сколько у тебя друзей?» Сабақты бастамас бұрын балалар, жаңа сөздермен таныс болайық. Бізде бүгін батыл жаңа сөз. Батыл переводится как смелый или смелая. Тыңдалым және оқылым тапсырмасы. Мәтінді оқимыз, прочитаем текст. 70-ші бетті ашамыз, балалар. Менің 4 досым бар. У меня 4 друзей. Олар жақсы дос. Они хорошие друзья. Қанат менің ең жақын досым. Канат мой самый близкий друг. Ол батыл, он смелый. Келесі бірінші тапсырма. Первое задание. Сөздерді сәйкестендіріп айт. Біз бұны ауызша орындаймыз. Мы делаем это устно. Мы должны соединить подходящие друг другу по смыслу слова. Например, оның күшігі бар. Оның, у него есть щенок. Менің күшігім жоқ. Келесі үшінші сөйлем. Третье предложение у нас сенің мысығың бар. Келесі жазылым тапсырмасы письменное задание. Екінші тапсырманы ашамыз 71-ші бетте. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жазамыз. Ребята, мы здесь должны вставить вместо многоточия нужные слова. Пишите в тетради. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.